түн ортасында аяғыңызды тырысып, ауырғанынан оянып кетесіз бе? Сеніңіз, сіз жалғыз емессіз. Көптеген егде жастағы адамдар, әсіресе түнде бұлшықет құрысуларына тап болады. Бірақ бұл неге болады? Аяқ құрысулары сусызданудан, магний мен калий сияқты минералдардың жетіспеушілігінен немесе қарапайым бұлшықет шаршауынан туындауы мүмкін. Бірақ жақсы жаңалық мынада, шынымен көмектесетін қарапайым өнімдер бар. Біріншіден, магний қоспалары. Бұлшықеттерді босаңсытып, құрысуларды азайтады. Бірақ жаңа қоспаларды қолданар алдында әрқашан дәрігеріңізбен сөйлесіңіз. Келесі, калийге бай тағамдар. Банандар, апельсиндер және тіпті картоп тамаша көздер. Күніне бір бананды диетаңызға қосу үлкен өзгеріс әкелуі мүмкін. Және соңында менің сүйікті әдісім жылы компресстер немесе жылытқыш жастықшалар. Ұйықтар алдында аяғыңызға ақырын жылу беру бұлшықеттерді босаңсытып, сол тітіркендіргіш құрысулардың алдын алуға көмектеседі. Егер сіз дәстүрлі емдеу әдістерін іздесеңіз, ұйықтар алдында бір қасық бал қосылған бір кесе жылы су ішіп көріңіз. Немесе аяғыңызды зәйтүн майы сияқты табиғи майлармен ақырын уқалаңыз. Сонымен, есте сақтаңыз, суды көп ішіңіз, дұрыс тамақтаныңыз және аяғыңызға күтім жасаңыз. Осы 3 өнімді қолданып көріңіз. Сонда сіз түндегі аяқ құрысуларымен мәңгіге қоштасуыңыз мүмкін. Жақсы ұйықтаңыз және алға қарай ұмтылыңыз.